Елде жыл сайын 10 тамыз Абай күні аталып өтіледі. Мереке 2020 жылы ақынның 175 жылдық мерейтойына орай ресми түрде бекітілген болатын. Абай Құнанбайұлы ұлы ойшыл, қазақ жазба әдебиетінің негізін қалаушы және тарихта өшпес мұра қалдырған тұлға. Облыс орталығының ассамблея өкілдері атаулы датаға орай гүл шоқтарын қою рәсімін ұйымдастырып, көзімнің қарасы әнін орындады. Тема Абая Құнанбаева. Абай Құнанбаев тақырыбы әрқашанда өте өзекті, өйткені оның қара сөздері әрқашан бізбен бірге. Онда тәрбиенің де, тілдің де, басқа тақырыптардың да рөлі бар. Біз ақыннан үлгі алуымыз керек. Абай күні бүгінде барлық қалаларда аталып өтіліп жатыр. Абай ескерткішіне келген барша жанға алғыс айтамын. Ештеңе ұмытылмайды. Абай жастарға үлгі болып қала береді. Іс-шара барысында қоғам өкілдері тұрғындарға Абайдың суреті мен қара сөздерінен үзінді бейнеленген күнтізбені таратты. Ал Қазақстанның орыс қауымы қоғамдық бірлестігінің өкілі Надежда Рудикова жерлес ақын Мүтәләп Қанғожинның Абайға арнап шығарған өлеңінің үзіндіні оқып берді. Эй, ветер, ты везде бываешь. Какую весть сегодня ты принес? И ветер отвечает: ты не знаешь, родился сын в роду у Кунанбая, родился мальчик. Не видаль какая. Ай, не скажи, лишь подрастет джигит, узнает степь великого Абая. Облыс орталығында Абай күніне арналған басқа да шаралар тізбегі ұйымдастырылады. Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің ұлттық статистика бюросының дерегі ұсынған мәліметке сүйенсек, елде Абай есімі бар қазақстандықтар саны 18452-ні құрайды. Дана Асылханқызы, Асар Ербулан, Первый Северный телеарнасы.